Мен Мединаның апасымын. Сендерге ертек айтуға келдім. Сендер ертек жақсы көресіңдер ма? Ертек оқимыз ба? Бүгінгі ертек қорқақ қоян. Ертеде орманда қайырымды қоян өмір сүріпті. Қоян кішкентай аңдарға көмектеседі екен. Аңдардың жоғалтқан заттарын тауып әкеп береді. Себебі қоян иісшіл, дыбысты жақсы сезеді. Барлық аңдар қоянды жақсы көреді. Бір күні қоян орман ішінде жүгіре-жүгіре, секіре-секіре шаршап қалады. Ол өзінің қарны ашқанын сезеді. Қолына дорбасын ұстап бақшаға келеді. Қоян сәбіздің иісін тез сезеді. Өйткені қоян сәбізді жақсы көреді. Қызыл сәбіздерді суырып, асықпай дорбасына салады. Ол кезде бақшаны суарып жүрген бағбан ата қоянды байқап қалады. Ақырын келіп қоян дорбасына 40 қабатты салып кетеді екен. Бағбан ата өзі жасырынып қалады. Тықыр еткен дыбысты сезген қоян қорқып кетеді. Жан-жағын қарамай қолына дорбасын ала салып орманға қарай қашап жөнеледі екен қоян. Осы күнден бастап ол қорқақ қоянға айналады екен. Түсіндіңдер ме ертегіні балалар?